Қарағанды қаласының нөмірі 2 оқушылар сарайында халықаралық ғарышкерлер күніне арналған мерекелік іс-шара өтті. Жиынға ұшқыш Айдын Айымбетов арнайы шақырылды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Байқоңыр ғарыш айлағының 70 жылдығына және Айдын Айымбетовтің ғарышқа ұшқанына 10 жыл толуына орай салтанатты іс-шара ұйымдастырылды. Побывать в космосе, скажем так, это как бы маленький. Ғарышта болу бұл кішкентай сиқыр сияқты. Ондағы көріністер өте түрлі түсті әрі әсем. Оны сөзбен сипаттау мүмкін емес. Тіпті фильмдерде де жұлдыздың сұлулығы мен ғарыштың керемет көріністерін толықтай жеткізу мүмкін емес. Жерді ғарыштан көру сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезім. Кез келген елдің болашағы жастар, сондықтан өсіп келе жатқан ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу өте маңызды. Оларға заманауи технологияларда және адамзаттың жетістіктерін көрсету қажет. Өйткені ұлы ғалым Циолковский айтқандай, жер адамзаттың бесігі, бірақ адамзат мәңгі бесікте қалмайды. Мерекеге халық қаһарманы, ғарышкер ұшқыш Айдын Айымбетов, ғылыми қауымдастық өкілдері, авиация және ғарыш саласының мамандары, сондай-ақ мектеп мұғалімдері мен оқушылар қатысты. Бүгін қала жұртшылығы, сонымен қатар ғарыш тақырыбында қызығатын біздің оқушыларымыз, зерттеуші жас, өнерлі жастар барлығы келіп отыр. Және осы кездесу аясында қаламыздағы және облысымыздағы түрлі өнер мектептері, оқушылар сарайларының ғарыш тақырыбына арнаған үлкен көрмесі де өтуде. Жиынға Қарағанды облысының әкімдігі мен облыстық білім басқармасы қолдау білдірді дейді Мағрипа Кәрібекова. Біздің 3 ғарышкеріміз бар. 3 ғарышкеріміздің өмірі бір-бірінен балшақ. Бірақ та бәрінің істейтіні бір іс, өйткені олар темірдей қоршалған. Біліммен де, тәрбиемен де 10 жылдығын атап өту. Мен үлкен акиматқа шықтым облыстық. Олар мені қолдады. Сонан кейін қазіргі бәріне рахметімді айтам. Кездесу аясында облысымыздың дарынды жастарының ғарыш тақырыбына арнаған көрмесі таныстырылды. Көрмеде сурет өнері мен қолдан жасалған бұйымдар, макеттер болды. Біздің бүгінгі әкеп отырған макетіміз ол энергия боран макет болып табылады. Яғни біз бұл макетімізді өзіміздің мектебімізден, өзіміз қолымыздан жасап әкелдік. Сонымен қатар біз осы ғарыш әлеміне қызығушылығымызды осындай макет арқылы білдіргіміз келді. Сонымен қатар бүгінгі келетін Айдын Айымбетов ағамыздың көру, ол кісімен танысу жалпы біз үшін, мен үшін өте үлкен жетістік болып табылады. Жиында ғарыш саласындағы жетістіктерге шолу жасап, ғарыштық ұшулар туралы деректі фильмдер көрсетілді. Ералы Ғани, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.